Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Кітап күні мерекесі бұл білімнің, мәдениеттің, шығармашылықтың және әдебиеттің ұлылығын атап өтетін тамаша күн. Ол көптеген елдерде дүниежүзілік кітап күнінде 23 сәуірде атап өтіледі. Бұл күн кітап оқудың маңыздылығын еске салып, әрбір адамның кітап оқу арқылы жаңа дүниелерді тануына шабыт береді. Бәріміз бірігіп, кітап құндылығын жандырайық. Сіздерді осы мерекеге орай біздің Бұқар Жырау атындағы орталық қалалық кітапханаға келген жаңа әдеби кітаптармен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Шәрбану Бейсенова «Туған үйдің түтіні». Белгілі қаламгер Шәрбану Бейсенованың «Туған үйдің түтіні» атты бұл жинағына «Бір махаббат баяны» атты хикаяты мен бір қатар әңгімелері еніп отыр. Жазушы шығармаларына әркімнің еншісіне берілген сенім, үміт, махаббат, адамгершілік сияқты қасиеттерді әрқилы көрініс арқылы арқау етеді. Әйел жан дүниесіндегі сан қилы сәттерді, құбылыстар мен өзгерістерді, әйел бойындағы ақыл мен парасат, төзім мен сабырлық сияқты қасиеттерді көркемділікпен аша білген. Жинаққа енген ең нәзік иірімдері, толы сыршы туындылары оқырманның қызғылықты мазмұнын шұрайлы тілімен, қым-қиғаш сюжетімен өзіне баурайды. Бекежан Тілегенов «Қара жел». Қолымдағы кітапта жазушы адамзат баласының тарихында қасіретті қаріптермен таңбаланған семейдегі атом полигонынан зардап шеккен жандардың тағдырын суреттейді. «Қара жел» романы тәуелсіздік жылдарында өмірге келген бірегей туынды. Қатыгездік қолмен жасалған осынау бір ауыр оқиғалар қаламгер кескінделген кейіпкерлер мен сомдаған суреттер арқылы соның соқпақ тапқан. Кітап өткеннің саралап, келешегін көркемдік жүкпен сабақтау үшін оқырмандарға Бақытгүл Сармекова кейіпкер. Бақытгүл Сармекова қазіргі жас қаламгерлердің арасындағы өзіндік стилімен, айрықша жазумен ерекшеленетін жазушы. Оның әңгімелерінде замандас бейнесі сан қырынан ашылады. Қарапайым ауыл өмірінің суреттері шынайы да боямасыз табиғи қалпында баяндалады. Автордың өз кейіпкерлерінің арпалысы мен дүниесінің иірімдерінің жеткізу тәсілдерімен ерекше. Кітап көпшілік оқырманға арналған. Айзат Рақыш Әмірдің монологы. Жазушы сыншы Айзат Рақыштың бұл жинағында соңғы жылдарда жазылған әңгімелері мен хикаяттары және сыни мақалалары топтастырылып отыр. Қаламгер туындылары қазіргі қоғамның шыннан бастау алған сыни мақалалар да оқырманның жай қалдырмайды. Кітап көпшілік оқырманға арналған. Бекежан Тілегенов 86 жыл. Бұл кітапта тәуелсіздікке тілекші болған жастар мен өткен ғасырда билік мінберлерде мінсіз болып көрінген жандардың кескін-келбеті, 20 ғасырдың 80 жылдарындағы саяси ахуал суреттелген. Жазушының байқампаздылығын білдіретін, аңғарымпаздылығын айқындайтын роман қалам иесінің жаңа қырын ашады. Кітап әдеби әлемін серік еткен санасы сергек оқырмандарға арналады. Есбол Нұрахмет «Таусылмас түн». Жас жазушы Есбол Нұрахметтің бұл кітабында новеллалар мен хикаяттар еніп отыр. Автор шағын туындыларында кейіпкердің мінез-құлқы мен ішкі жан дүниесінде болып жатқан өзгерістерді ұтымды детальдар арқылы ашады. Тақырыптың таңдау болмысының еріктілігі мен жазушының жаңаша ізденісін танытады. Новеллалардың адам жан дүниесінің арпалыстарын нанымды суреттерге қарап, автор шағын шығарманың шешімін оқырманның өзіне қалдырады. Құрметті оқырмандар, осы ұсынылған кітаптарды біздің кітапханадан алу мүмкіндігіңіз бар. Бұл кітаптар сіздің білім қазынаңызды байытып, жаңа әлемге сапар шегуге шабыт береді. Біздің есігіміз сіздер үшін әрдайым ашық. Бізбен бірге оқыңыздар, дамыңыздар, жаңа идеяға қанат байлаңыздар. Сау болыңыздар.